Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін Қазақстандағы селекция жетістіктері тақырыбымен танысатын боламыз. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол мәдени өсімдіктердің іріктемелері мен үй жануарларының тұқымдарын сипаттау болып табылады. Енді жалпы селекция дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Сіздер алдыңғы сабақта өтіп кеткен болатсыздар. Ол өсімдіктердің жаңа іріктемелерімен, жануарлардың жаңа қолтұқымдарын шығарумен айналысатын, яғни ғылым болып табылады. Бүгінгі сабақта біз осы Қазақстанда шығарылған өсімдіктердің түрлерін, яғни іріктемелерін, және жануарлардың қолтұқымдарымен танысатын боламыз, және биотехнология ілімі туралы ақпарат алатын боламыз. Енді сіздер мысалы биология пәні болмаса да, география пәнінен, жаратылыстану бағытындағы сабақтардан оқытыңыздар. Қазақстанның жалпы ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы жақсы дамығанын біз білеміз. Соның ішіндегі ең ірі сала бұл бізде өсімдік шаруашылығы болып табылады. Ауыл шаруашылық дақылдарының егістік алқаптары бойынша біздің Қазақстанда 66%-ді құраса, біз соның ішіндегі 62%-ын қатты бидай өсірумен айналысамыз. Яғни өте көп жерлерде өсіріледі Қазақстан бойынша. Ал одан да басқа жаңағы астық тұқымдас өсімдіктердің түрлері де өсіріледі. Мысалы, өздеріңіз білетін тары, бидай, күріш деген сияқты кез келген астық тұқымдастың да түрлері біздің Қазақстанда өсіріледі. Енді әсіресе біз бір ғана күрішті алсақ, ол оңтүстік аудандарда көптеп өсірілетінін білесіздер. Және де осы дәстүрлі түрде Қазақстанның аумағындағы халық селекциясының нәтижесінде мәдени өсімдіктердің және жануарлардың түрлері көптеп алынған. Және де өсімдіктерде астық тұқымдастарынан басқа да мынау біздің бау-бақшамыздағы өсетін көкөністер, жеміс-жидектердің да түрлері өсіріледі көптеп қазіргі кезде. Алманың да, бидайдың бірнеше сорттарын біздің Қазақстанда аудандарында өсіріледі. Енді осы не туралы тоқтала келетін болсақ, жаңағы айттым, біз ғалымдармен тоқталамыз, өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін шығарған дедік. Бізде өте көптеген осы селекция ғылымына атсалысқан ғалымдар бар. Ол Кузьмин, Удольская деген ғалымдар, Мұхамбетқалиев, Оразалиев деген, Бутарин, Исенжолов, Жандеркин деген сияқты біздің Қазақстаннан шыққан көптеген ғалымдар осы өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін шығаруға атсалысқан болатын. Енді біз солардың бірнешеуіне тоқтала кетейік. Ол, яғни өсімдіктер селекциясын дамытуға атсалысқан академик, профессор ғалым, ол Кузьмин. Бұл ғалым, яғни солтүстік Қазақстандағы дәнді майлы және басқа да дақылдар селекциясы мен тұқым шаруашылығының бірқатар теориялық әдістемелік негіздерін дамытқан ғалым. Ал екінші суретке қараңыздар, Удольская, ол кісі өсімдіктердің яғни құрғақшылыққа төзімділігіне байланысты теориялық тұрғыда өзінің көзқарасын негіздеген ғалым болып табылады. Бұл кісі бидайдың аудандастырылған 4 және Казахстанская 126 сұрыптарын соларын шығарған автор болып табылады. Одан басқа тағы да бізде бірнеше ғалымдар бар. Солардың бірі Оразалиев. Ол кісіні атап кетсек болады. Ол жаңағы күздік бидайдың жоғары өнімін сұрыбын шығарған ғалым. Дән дақылдарды зерттеген болып келеді. Бұлардың ерекшелігі, яғни олардың дәні төгіліп қалмайды және жапырылмайды. Ал өзінің дәнінің массасына келетін болсақ, ол жаңағы Багарная 56, Безостая 1, Одесская 120 деген сұрыптарынан өте көптеген артықшылыққа ие болып табылады. Енді келесі мынау слайдқа қарайық. Бұл жерде жаңағы жануарлардың қолтұқымдары көрсетілген.
алыстан будандастыру әдісін қолданудың нәтижесіндегі көптеген жетістіктерге қол жетті. Соның бірі мысалы қазақстандық ғалымдар Бутарин, Есенжолов, Жандеркин деген биязы жүнді қойларды жабайы арқармен будандастырып, арқар меринос тұқымын шығарған. Мысалы енді осыларда да ұбт-да болуы мүмкін. Арқар мериносты кім шығарды деген, ғалымдарды аттарын, фамилияларын жазып, қандай екі жаңағы жануарлардың будандастыруынан шыққанын бәрін белгілеп кетіңіздер. Мұндай қойлар биік таулы аймақтарға, жайылымдарда жайылып тіршілік етуге бейім келеді. Ондай қасиетті арқардан, ал жүннің биязылығының енесінен биязы жүнді қойдан тұқым қуалап алған болатын. Жайылым деген енді оны білесіздер, жануарлар жаңағы жайылатын жерлер біздің Қазақстанда да өте көп жерлерді алып жатыр. 1/4 бөлігін деп айтсақ болады, бір сөзбен айтқанда. Одан басқа қодас пен мүйізді ірі қораны будандастыру бойынша да селекциялық жұмыстар жүргізілуде. Қодас биік таулы жерлерде өсетін үй жануарлары негізінен күш көлігі ретінде де пайдаланылады. Еті қатты, сүті аз, бірақ майлы болып келеді. Мүйізді ірі қара мен қодастың арасынан шыққан будандарда гетерозитке байланысты еті мен сүтінің сапасы қодасқа қараған кезде артық болып шыққан. Осындай ерекшеліктері бар. Және де одан басқа жаңағы ғалымдар өте көп. Бұлардан басқа, мысалы қойлардың түрін шығарған да ғалымдар бар. Оны сабақта өздеріңіз танысқан шығарсыздар, немесе кейінгі сабақтарда өтетін боласыздар. Енді біз биотехнология ғылымына тоқталайық. Бұл да биотехнология деген қазіргі кезде өте жақсы дамып жатқан ғылым деп айтсақ болады. Ол ғылым мен техниканың тірі ағзалардың көмегімен адамзатқа қажетті өнімдер мен материалдарды өндіретін сала болып табылады. Биотехнология мамандары ауруларды емдеуге арналған дәрілік заттарды, ауыл шаруашылық дақылдардың жаңа сорттары мен жануарлардың асыл тұқымдарын алумен айналысады. Сонымен қатар дәрумендер мен антибиотиктер, сірке, лимон және сүт қышқылын өндіре алады. Биотехнологтың қызметі қоғам үшін өте қажетті еңбек. Ол биотехнология ғылымы дамуына сәйкес үнемі жетілдіріп отырады. Биотехнологтың қызметін бір сөзбен айта алмаймыз. Оның жұмысы медицина саласына да, фармацевтикаға да, гендік инженерияны да қамтиды. Сондықтан бұл маманның құзырет деңгейі өте жоғары және кең болып табылады. Ол әртүрлі азық-түлік өнімдерін, биологиялық белсенді қоспаларды, ферменттер мен антибиотиктер өндірісінің биотехнологиясын біледі. Бұмен айналысатын ғалымдар микробиология, химия, азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін жайлы ғылымдардан да хабардар болады. Олар кәсіби деңгейлі жоғары мамандар. Биотехнологтар фармацевтика, парфюмерия және косметикалық, тағам, мал дәрігерлік және қайта өңдеу салаларына да өте қажет болады. Яғни бір сөзбен айтқанда, бұл ғылым бізге өте қажет. Қазіргі кезде де осы заман талабына сай өте қажетті мамандықтардың бірі деп айта кетсек болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.